Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге ипотека берілмейтін 6 жағдай туралы айтамын. Сізге мына 6 жағдайда ипотека берілмейді. Сол жайтты есте ұстаңыздар және біліп жүріңіздер дегім келеді. Қазіргі таңда баспаналы болу басты мәселеге айналған. Әрине айлықтан айлыққа күн көріп жүрген халқымыз үшін үлкен қаражат жинап қолма-қол ақшаға үй сатып алу шыны керек көпшілігіміздің қолымыздан да келмейді. Тағы да бір айта кететін жайт, қанша жылымызды өткізіп аламыз. Сол өткен жылдағы көтерілген баспана, жылжымайтын мүлік құны шарықтап өсе келетіні тағы бар. Оған дәлел дәл қазіргі таңда инфляция мөлшері 19-20%-ға дейін көтеріліп кеткен. Бүгінде қазақстандықтар үшін баспаналы болудың қолжетімді жолы ипотека алу болып табылады. Бірақ кей жағдайда банк қарыз беруден бас тартуы мүмкін. Ипотекалық несиелеулермен айналысатын мамандардың айтуы бойынша, банктің ипотека беру кезінде неге назар аударатынына және қандай жағдайларда ипотека бермейтінін айтты. Сарапшының айтуынша, банк бірінші кезекте өтініш берушінің несие тарихы мен жалақысын тексереді. Кейін клиентке қатысты өзге деректер тексерістен өтеді. Олай болса, қандай жағдайларда сізге ипотека берілмейді? Бірінші жағдай – нашар несие тарихы. Сарапшылардың айтуынша, банк ипотека рәсімдеуден бас тартатын және жиі кездесетін себептердің бірі нашар несие тарихы болып табылады. Әрине, банк қарызын өтей алмаған адамға тағы қарыз бермейді. Әсіресе ипотека. Сондай-ақ бұл ретте банк сіздің несие тарихыңыз неліктен нашар болғанын сұрап анықтамайды да. Тағы айта кететін жайт, ипотеканы ерлі-зайыптының бірі алатын болса, олардың екеуінің де несие тарихы мұқият зерттеледі. Комиссия екеуінің де несие тарихын төлем қабілеттерін тексереді. Бірінің несие тарихы нашар болса, банк қарыз беруден бас тартады дейді сарапшы. Екінші жағдай – жұмыс істеу мерзімі жеткіліксіз болуы. Банк ипотека беруден бас тартуы мүмкін тағы бір себеп өтініш берушінің жұмыс істеу мерзімі аз болуы. Екінші кезекте банк қарыз алушы адамның кейінгі 6 айдағы табысы туралы анықтаманы талап етеді. Яғни жарты жыл уақыт жұмыс істеп жатқанын дәлелдейтін ресми құжат берілуі керек дейді сарапшы. Үшінші жағдай – зейнетақы аударымының болмауы. Банктің ипотекадан бас тартуының үшінші себебі зейнетақы аударымының болмауы. Бұл еліміздегі банктер үшін қарыз алушының тұрақты табысы, жалақысы бар екенін дәлелі саналады. Себебі ипотека бір немесе 2 жылға берілмейді. Кем дегенде 8-10 жылға беріледі. Сондықтан да банк үшін тұрақты табыс маңызды фактор болып табылады. Төртінші жағдай – бастапқы жарнаның жеткіліксіз болуы. Сарапшы бастапқы жарна жеткіліксіз болса, банкке өтініш беріп әуре болудың қажеті жоғын айтады. Банк клиенттің төлем қабілеті бар екенін кепілдік беру керек. Ол үшін банкке бастапқы жарна толық мөлшерде аударылуы қажет. Сондықтан бастапқы жарнаны жинаған соң ғана банкке барған жөн деп кеңес берді. Бесінші жағдай – қарыз алушы сотты болған жағдайда. Мамандардың айтуынша, өтініш берушінің сотты болуы несие тарихының нашар болуынан да қиын жағдай дейді. Мұндай жағдайда банк өтінішті тіптен қарамауы да мүмкін екен. Заңға қайшы әрекеттер жасаған адамға банк қандай да бір қарыз беруден бас тартуға құқығы бар. Тіпті салық төлемей сот алдында бірнеше рет барған адамда ипотека ала алмауы мүмкін. Алтыншы жағдай – отбасының қарыз жүктемесі артуы. Сарапшының сөзінше, бірнеше кредиттің болуы да ипотека берілмеудің тағы бір жиі кездесетін себеп екен. Бірден бірнеше несие алып, оны төлеп жүрген адамға ипотека беру банк үшін қауіпті көрінуі мүмкін. Үш немесе одан да көп кредиті бар қазақстандықтың өтінішін банк міндетті түрде қайтарады. Сол себепті ипотека алудың алдында несиелерді жапқан дұрыс дейді ипотекалық несиелеулермен айналысатын маман. Олай болса, сіздерге ипотекаға өтініш берер алдында не білу керек екенін айтайын. Біріншіден, несие тарихын тексеру керек. Өз атыңызға жазылған кредит карталарын тексеріп шығу керек. Өтінішті қатесіз, дұрыс толтыру маңызды. Жалақының нақты сомасын жазу, азайтып немесе көбейтіп емес.
жұмыс істеп тұрған жеке нөміріңізді жазу, басқа мүлік, табыс көзін барын жасырмау, отбасы мүшелерін, бала санын жасырмай айту. Сөз соңында айта кететін жайт, баспана еш уақытта құнын жоғалтқан емес, жоғалтпайды да. Достар, сіздермен бірге болған доллар KZ арнасы. Видеоны лайк басып, арнаға тіркеліп, қолдау көрсетіп қойыңыздар. Әр қазақ білімді болсын, жақсы үйде тұрсын, қаржылай сауатты болсын дегім келеді. Келесі кездескенше.